Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін мен сіздерге шие мен жүзім және алма мен шабдалыдан мохито компотын жасау жолдарын және қиярды банкіге қалай жабуға болады, осыны көрсететін боламын. Мохито компотты жасау үшін шие, жүзім, алма, шабдалы, лимон және жалбызды қолданатын боламын. Көбінесе үйде кейбір жемістеріміз бен көкөністеріміз артылып қалып жатады. Босқа тоңазытқышқа сақтай бергенше, ысырап қылғанша, осы жемістерді қолдағы барын пайдаланып, 1-2 банкі болса да жауып қойсаңыз, қыста рахаттанып отырып қолданатын боласыз. Мен мохито компотын жасау үшін осы үйдегі қолдағы бар жемістерімді алып, бәрін кесіп турай бастадым. Осылайша тілімше етіп турап, бәрін өз ыдыстарына салып дайындай беремін. Лимонды да осылайша дөңгелекше қылып турап, сақина тәріздес қылып. Лимонымыз қатты жұқа, әрі қалың да болмау керек, орташа етіп тураймыз. Сосын жақсылап тазалап, өз ыдысына салатын боламыз. Осы кезде менің банкілерім стерилденіп жатқан, соны алып келіп, қажетті жемістерімді банкіге сала бастадым. Алдыменен жүзімді салдым. Жүзімнің үстіне алма кесінділерін салдым. Оның үстіне шабдалы кесінділерін салдым. Негізі молынан салған жақсы, алма, шабдалы менің қолымда аз болғандықтан азырақтан салдым. Сосын шием өте көп болғандықтан бұл компотқа шиені қосып жіберейін деп ойладым. Лимон кесінділерін салдым. Оның үстіне жалбызды салдым. Одан соң қайнап тұрған ыстық суымды құямын. Жемістерім толық бататындай етіп, жарты етіп құямын. Жарты банка су. 1-2 минут ұстағаннан кейін бұл суды төгіп тастаймын. Одан кейін компотыма 250 грамдай құмшекер салдым. Жалпы мен компот жасаған кезде құмшекерін көбірек саламын, дәмдірек болсын деп. Енді оны әр адам өзі біледі, банк жапқан кезде қаншалықты қант салатынын. Одан соң қайнап тұрған ыстық суымды құйдым, толтырып құямыз. Сосын сүлгімді алып, банкыны 2 шетінен қысып, осылай ұстап, қозғаймын. Сонда банкының ішіндегі бос ауалар сыртқа шығады. Сосын қақпағымды қойып, банкымды жақсылап жауып аламын. Егер банкымды осы күйінде қойып қойсам, түбіндегі құмшекерлер ерімей қалады. Сондықтан да кішкене әрі-бері қозғаймын. Ішіндегі құмшекерлері еріп қозғалсын деп. Сосын бір шетінен қақпағының дұрыс жабылған, жабылмағандығын тексеріп аламын. Осылайша. Бұл банкымды жауып болғаннан кейін келесі банкіге көштім. Келесі банкымды алып келіп, бұғанда қалған шабдалымды, алманы, сосын шиені салдым. Шиені молырақ салдым. Оның үстіне лимон кесінділерін және жалбызды салдым.
Жаңағыдай тура солай қайталаймыз. Банкімізге жартылай су құйып, 1-2 минуттан кейін суын төгіп тастадым. Қантымды салдым. Қайтадан ыстық суымды құямын. Банкімізді жақсылап жауып аламыз. Компоттарымды жауып болғаннан кейін қиярларымды жабуға дайындық жасай бастадым. Таңертең ерте тұрып, қиярларымның бәрін салқын суға салып қойған болатынмын. 3-4 сағаттай қиярым салқын суда тұрды. Үйде қиярларым көп еді, сол ысырап болып қалмасын, бұзылып кетпесін деп, бұның бәрін күнделікті салатты жеп таусамаймыз ғой. Көп болады бізге. Одан да банка жауып қоя салайын деп ойладым. 2-3 қайтара жақсылап, тазалап, жуып аламыз қиярымызды. Бетіндегі гүлдерін, ішінде қоқымдарын алып, жақсылап жуамын. Одан кейін ұштарын 2 жағында кесіп тастаймыз. Екі жағында кесіп, тазалап, осылай барлық қиярды тазалап шықтым. Сосын қияр жабуға қажетті заттарымның бәрін дайындап үстел үстіне қойып қойдым. Тәтті бұрыш, лавр жапырағы, укроп, сарымсақ, уксус, қақпақ, қажетті заттарым бәрін дайындадым. Алдын ала стерилденген банкымды алып келіп, ішіне қиярымды, лавр жапырағын, укропты, тәтті бұрышты, сарымсағымды бәрін кезектестіріп салып, осылайша толтырдым. Бүгін мен бұл банкілерімді жабу үшін арнайы дайындалған жоқпын. Үйдегі бар заттарды қолданып жасап жатырмын. Сондықтан да кейбір заттары ішінде кем болуы мүмкін. Қайнап тұрған суымды құйып, 20-25 минуттай ұстап, ыстық суда қиярымды, сосын ыстық суды төгіп тастаймын. Одан кейін 2 ас қасық тұзымды салдым. Және 1 ас қасық уксусты құямын. Сөйтіп үстінен қайнап тұрған суымды құйып, жауып алатын боламын. Сөйтіп мен бүгін мохито компотым менен тұздалған қиярымды жауып алдым. Осылайша ауасын шығарамыз. Қақпағын жабамыз жапқышпенен. Одан соң тағы да дұрыс жабылған жабылмағандығын тексеріп аламын. Мінекей менің жабылған банкілерім қандай әдемі. Тәбетіңді ашады. Егер сіздерге менің бүгінгі жапқан мохито компотым ұнаса, лайк басып тіркеле кетіңіздер. Сау болыңыздар.